بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті бауырлар, тәжвид дәрістерін жалғастырамыз. Бүгін 5-ші сабақ сукун тақырыбы. Бірінші, сукун әріптердің үстіне қойылатын домалақ белгі. Сукунның қызметі әріптің өзін харакатсыз оқу. Нәжде сукунға мысалдар берілген. Сукунна белгі домалақ. Бұл әріптің үстінде қойылған кезде сол әріптің өзіне барып тоқтаймыз. Мысалға сосын н, ән. Н жай ғана өзі дыбысталады, ән деп. Мысалға м, ләм. Яғни мимге барып тоқтаймыз, өйткені сукун тоқтау белгісі. Сукун тұрған әріптің үстіне, яғни қандай әріптің үстінде сукун тұрса, сол әріпке барып тоқтайсыз. Ләм, ләм. Ләм деп тоқтауға болмайды. Сукун өзінің алдындағы әріппен қосылып барып тоқталады. Яғни ләм деп тоқтайсыз да, ләм деп тоқтауға болмайды, бөліп. Сукун алдыңғы өзінен алдыңғы әріппен қосылып айтылады. Ләм, л-ә-м, ләм. Тағы да қаф, қа-у, қа-у, л, қа-у, л, құл, құл. Ләмге барып тоқтаймыз, өйткені ләмнің үстінде сукун тұр. Сукун тұрған әріпке барып тоқтаймыз. Құл, өйткені сукун тоқтау белгісі. х-у-м, хум, 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 хум. Түсінікті. Ләм, кәф, мим. Мимнің үстінде сукун тұр. Ләкум, ләкум, ләкум. Мимге барып тоқтаймыз бірден. Ләкум деп. Сукун бөлік ләкум деп тоқтауға болмайды. Сукун тұрған әріпке тоқтаймыз. Біріншіден, екіншіден сукун алдыңғы әріппен қосылып айтылады. Ләкум, кум деп бірден тоқтайсыз. Ләкум, ләхум, ләхум, ла-ә-ха-у-м, ләхум, фә-хум, фәхум, фә-ә-ха-у-м, фәхум, кәйфә, кә-ә-и, кәф, үстінде ә тұр, кә, неқта яй тұр, сукун үстінде. Яғни сукунға тоқтаймыз. Кә-ә-и, кәй, фә-ә, фә, кәйфә, кәйфә. Әр-сәлә, әр-сәлә. Сукунға тоқтаймыз. Әр-сәлә, с-ә, л-ә, сәлә, әр-сәлә. Ән, з-ә-р-о, ән-зәра, ән-зәра. Келесі. К-у-н, т-у-м, күн-тум. Күн деп нунға тоқтаймыз, сукун тұр үстінде. Тум деп мимге тоқтаймыз, үстінде сукун тұр. Күн, тум, күн, тум. Н-ә, нә, айның үстінде сукун тұр. Нә, б-у-д-у, буду. Нә, буду. Нә, буду. Ияка нә, буду дегендегі осы. Фатиха сүресінде. Нә, буду. Сукун. Сукун тұрған әріптің үстіне тоқтаймыз. Нә, буду деп оқып кетеміз ары қарай. Міне осылай сукун үстінде әріптің үстінде домалақ белгі тұрса ол сукун. Сол сукунге барып тоқтаймыз. Сукун тұрған әріпке барып тоқтайсыз. Және де сукун өзінен алдыңғы әріппен қосылып айтылады. Хум, құл деген сияқты. Яқта жаңағы кәйфә деген сияқты. Кәйфә деп айтуға болмайды. Кәйфә деп қосып айтасыз сукунды. Осы сукун. Енді шәддә. Шәддә белгісі қай әріптің үстінде тұрса, сол әріп екі рет оқылады. Біріншісі сукунды, екіншісі харакатта. Мысалына ә, нунның үстінде ә тұр, әнә. Бірақ шәддә тұрды нәжде. Шәддә тұрса, әріп екі рет оқылады, яғни екі нун бар нәжде. Қандай әріптің үстінде шәддә тұрса, сол әріп екеу деген сөз. Әннә. Әнә емес та,
нун екеу болады. Әннә болады. Ол шәдданы ашып қарасақ, бір нун сукунды, екінші нун харакатты бұлай болады да. Сондықтан оны араб тілінде бұлай шәддамен жазады. Әннә деп. Мысалы, ра, б, ә. Бірақ бәнің үстінде бірақ шәдда тұр. Демек, бә екеу. Ра, бә емес, раб, бә. Раб, бә. Раб, бә. Бә екеу болады. И, н, ә. Нунның үстінде шәдда тұр. И, нә емес ол. Иннә. Иннә. Екі нун болады. К, у, л, у. Ләмнің үстінде шәдда тұр. Ләм екеу болады. Куллу. Куллу. Нәззәлә. Нәззәлә. Зә екеу болады, өткені шәдда тұр үстінде. Ал шәдда болмаса, нәзәлә болады етті. Ал шәдда болғандықтан нәззәлә болады. Нәззәлә. Шәдданы алып тастасақ мына жерде нәзәлә болып қалады. Ал шәдданы қойсақ, зә екеу болады да, нәззәлә деп оқылады. Ра екеу мына жерде шәра емес, шәрра. Шәрра. Ра екеу айтылады. Ра екеу болып оқылады. Шәрра. Келесі кә, зә, бә. Бірақ зәнің үстінде шәдда тұр, демек ол екі зә болады да. Кәз, зәбә. Кәз, зәбә. Зә сақау болады. Кәз, зәбә. Кәз, зәбә деп зә екеу болып оқылады. Я, зау, я, зун, ну. Нун екеу. Я, зун, ну. Я, зун, ну. Нун екеу. Келесі Б, У, Ш, И, Р, О. Шиннің үстінде шәдда тұр, демек шин екеу. Бу широ емес, бу широ болады. Бу широ. Өткені шиннің үстінде шәдда тұр. Шәдда екеу, екі әріпті білдіреді. Бу широ. Мына сөз Робби хим. Робби хим. Ра, Б, И, Х, И, М. Робби хим емес ол. Бә екі болады да. Робби хим. Робби хим. Робби хим болады. Келесі сөз фә, лә, мә. Мим екі болады. Фәләммә. Фәләммә деп оқылады. Мим екі рет оқылады. Келесі сөз ияка. Я екеу нәжде. Ияка. 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 Келесі сөз Ж, Ә, Н, Ә, Т, Ә. Нун біреу емес, нәжде нун екеу шәдда тұр үстінде. Нунның үстінде шәдда тұр, демек нун екеу деген сөз. Шәдда екі әріпті білдіреді. Сонда ол жәннәтә болмайды да, жәннәтә болады. Өйткені нун екеу. Себебі нунның үстінде шәдда тұр. Жәннәтә. Осымен, иншалла, сукун мен шәдда тақырыбы да бітті. Аллах тағала баршаңызға жеңілдік берсін. Алдағы Рамазанға дейін оқып, үйреніп, Құран оқып отыруды, еселеп, сауапқа кенелуді сіз бен бізге Алла тағала нәсіп еткей, Алла тағала пайдалы білім беріп, сол алған білімдерімізге амал жасауымызды Алла тағала нәсіп еткей. Ахиру дағуана алхамдулиллахи раббил аламин.